Намаздың түрлері. Қаза намаз. Уақытында оқылған намаз ада деп аталады, ал уақытында оқылмаған намаз қаза деп аталады. Қаза болған парыз намаздары және үтір намаздарының қазасы өтеледі. Намаздың сүннеттерінің қазасы өтелмейді. Тек таң намазының сүннетін парызымен қосып бесін намазының уақытына дейін қаза етіп өтеуге болады. Қаза намаздардың қазасын тыйым салынған уақыттардан басқа кез келген уақытта өтеуге болады. Намаздарды уақытында өтемей қаза ету дұрыс емес. Тарауих намазы. Тарауих намазы 20 рәкаттан тұратын сүннет намаз. Рамазан айында оқылады. Ораза тұталмаған адамдар да тарауих намазын оқиды. Бұл намаз құптан және үтір намаздарының арасында оқылады. Тарауих намазын 2 немесе 4 рәкаттан кейін екі жаққа сәлем беріп, 2 немесе 4 рәкат етіп те оқуға болады. Егер әр 2 рәкат сайын екі жаққа сәлем беріп оқитын болса, 2 рәкатта таң намазының сүннеті сияқты оқылады. Ал әр 4 рәкаттан кейін сәлем беріп оқитын болса, бесін намазының сүннеті сияқты оқылады. Науқас адамдар намаздарын қалай оқиды? Исламда қиындық жоқ. Ақыл есі дұрыс кісілерге басқа жерлері науқас болса да діни міндеттерден жауапты. Бірақ дініміз бұл діни парыздарды атқару үшін оларға жеңілдік көрсеткен. Намаз оқудағы жеңілдіктер: науқас кісі әл-қуат, шама шарқына қарай намазын оқиды. Мысалы, түрегеп тұра алмайтын, яғни тұрған жағдайда ауруының күшеюі сияқты жағдайларда отырып оғанда күші жетпесе, ыңғайына қарай шалқайып немесе жанымен жатып оқи алады. Намазын бір нәресеге сүйеніп түрегеп тұрып оқи алатындар сүйеніп оқиды. Ифтитах, ашу, бастау, тәкбірін түрегеп тұрып ала алатын болса, түрегеп тұрып алып, қалған намазын шамасына қарай отырып немесе жатып жалғастырады. Отырып оқыған уақытта мүмкін болса аяқтарын жиған күйде, мүмкін болмаса құбыла жаққа созып оқи береді. Рүкук және сәжде ишарат жолымен жасалады. Имарат, рүкукда аздау, сәждеде көбірек басты ию арқылы жасалады. Ишаратпен де оқи алмайтындар көз, қас арқылы ишарат жасап оқи алмайды. Ишаратпен де оқи алмайтындар оқи алмаған намаздарының саны 5-тен аз болса, кейіннен қаза етеді. Ал 5-тен көп болса, қазасын өтемейді. Науқас адамның алдына сәжде ету үшін тақтай, жастық, орындық сияқты нәрселер қойылмайды. Жолаушы намазы. Тұрғылықты жерінен ең кем дегенде 90 километр немесе 18 сағат жаяу жүріп, сол жақта 15 күндей қаламын деген ниетпен жолға шыққан адам жолаушы саналады. Жолаушы барлық парыз намаздарды 2 рәкат етіп оқиды. Уақыт жетпеген жағдайда сүннет намаздарын оқымаса да болады. Егер жолаушы сапар кезінде 4 рәкат намаздарды оқи алмаса, үйіне оралғанда қазасын 2 рәкат етіп өтейді. Үйден шығарда оқылатын дұға. Оқылуы: Бисмиллахи, тәуәккәлту ала Аллахи, уә лә хәулә, уә лә қуата илля биллахи. Мағынасы: Аллахтың атымен, Аллахқа тәуекел еттім. Күш-қуат тек Аллахтан. Бір нәрсе жоғалтқанда оқылатын дұға. Оқылуы: Аса раббуна ән юбдилана хайран минха инна иля раббина рағибун. Мағынасы: Раббымыз бізге бұдан да жақсысын береді. Мүмкін. Расында біз Раббымызға бет бұрдық. Ас жерде оқылатын дұға. Оқылуы: Аллахумма бәрик ләна фима разақтана ва қина азабаннар бисмиллахи. Мағынасы: Аллахым, бізге берген ризық несібелеріне береке бер және бізді от азабынан сақтай көр. Аллахтың есімімен. Астан кейін оқылатын дұға. Оқылуы: Әлхамдулиллахи ләзи атамани хаза, уә разақанихи мин ғайри хаулин минни уә лә қуатин. Мағынасы: Менен ешбір күш-қуат жұмсамай бұл тағамды жегізген және оны маған ризық етіп берген Аллахқа мадақ болғай. Жақсы түс көру үшін оқылатын дұға. Оқылуы: Аллахумма инни әсәлука руян салихатан, садиқан ғайра казибатин, нахиятин ғайра даратин. Мағынасы: Аллахым, сенен шын салихалы, жалғандықтан ада пайдалы, залалы болмайтын түс көруімді сұраймын. Ауызашар дұғасы.
Оқылуы: Зәхәбә заму вәбталлатил уруқу вә сәбәтәл әжру. Инша Аллаху Таала. Мағынасы: шөл басылып тамырларға қан тарады. Сауапта Аллах Тағаланың қалауымен орнықты. Жұма күні таңертең оқылатын дұға. Оқылуы: Астағфируллахаллази ла илаха илля хуәл хайюл қайюму вә әтубу илайхи. Мағынасы: өзінен басқа ешбір тәңір болмаған, әрдайым тірі, әр нәрсені толық басқарып тұрушы Аллахтан күнәларыма кешірім сұраймын және оған тәубе етемін. Ұйқысыздық кезінде оқылатын дұға. Оқылуы: Аюзу би иззати лахи уә би қудратихи мин шәрима әжиду уә ухазиру. Мағынасы: тартқан азабым мен мазасыздығымның жаманшылығынан Аллахтың ұлықтығы мен құдіретіне сиынамын. Әжетханаға кірерде оқылатын дұға. Оқылуы: Аллахумма инни аюзубика минал хубси уәл хабайси. Мағынасы: уа Аллах, жын шайтанның кесапаттарынан және барша жамандықтардан өзіңе сиынамын. Мені олардан қорғай көр. Әжетханадан шығарда оқылатын дұға. Қазақша оқылуы: Әлхамдулиллахи ләзи әзхәбә анил әзә уә афани. Мағынасы: жанымды азаптайтын қиыншылықтан құтқарып, маған амандық пен саулық берген Аллах Тағалаға мадақ болғай. Намаздан кейін оқылатын дұға. Оқылуы: Аллахумма айни аля зикрика уә шүкрика уә хусни ибадатика. Мағынасы: уа Аллах, өзіңді еске алуға, өзіңе шүкіршілік етуге, әрі өзіңе көркем түрде құлшылық етуге маған жәрдем ете көр. Жаңбыр жауғанда оқылатын дұға. Оқылуы: Аллахумма сайбан нафиған. Мағынасы: уа Аллах, нөсерлеті пайдалы жаңбыр жаудыр. Садақа бергенде оқылатын дұға. Оқылуы: Раббана тақаббәл минна иннака әнтә самиғул алим. Мағынасы: Раббымыз бізден қабыл ет. Күдіксіз сен естушісің және білушісің. Әлдебір шығынға ұшырағанда оқылатын дұға. Оқылуы: Аса раббуна ән юбди ләна хайран минха инна иля раббина рағибун. Мағынасы: Аллах бізге оның орнына одан да жақсысын береді. Біз Раббымызды қалаймыз. Шипа үшін оқылатын дұға. Оқылуы: Аллахумма раббан наси мусфи бәлиеси. Ишфи әнті әш-шафи әш-шафия иля әнті. Ишфи шифа ән лә юғадиру сәқамен. Мағынасы: уа адамзаттың Раббы, қиындықты жойушы, дерттерге шипа беруші, өзіңнен басқа шипа беруші жоқ. Ауру сырқат түгілі аурудың ізі де қалмайтындай шипа бере көр. Ya